Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақта біз органикалық химияда номенклатура мен изомерияға тереңірек тоқталатын боламыз. Тақырып бойынша толық ақпаратты сіздер 9 сыныпқа арналған химия оқулығының 52-ші, 53-ші және 54-ші параграфтарынан оқи аласыздар. Сабақ барысында сіздер бағалау критерийлеріне сай ИУПАК номенклатурасы бойынша атауды үйренесіз, көмірсутектердің формулаларын ажыратасыз, изомерлену құбылысын түсінесіз, және де көмірсутектердің молекулалық формуласын салыстырмалы тығыздығы және элементтің массалық үлесі арқылы есептер шығаруды үйренесіз. Органикалық қосылыстардың номенклатурасы үшке бөлінеді. Тривиалды, тарихи атауы бойынша, рационалды, ең қарапайым мүшесін негізге ала отырып, және де ИУПАК. Қазіргі уақытта халықаралық теориялық және қолданбалы химия одағы шығарған жүйелік атаулар. Жүйесі. Органикалық қосылыстарды ИУПАК номенклатурасы бойынша атауды үйрену үшін келесі кестеге назар аударайық. Кестеде алкан, алкен, алкин, спирт, альдегид, карбон қышқылы және амин қышқылы кластары көрсетілген. Біз құрамында 5 көміртегі бар органикалық қосылысты мысалға алып отырмыз. ИУПАК номенклатурасы бойынша әр классқа сәйкес келесі атаулар қолданылады: пентан, пентен, пентин, пентанол, пентаналь, пентан қышқылы және де амин пентан қышқылы. Кестеде заттың атауына сәйкес молекулалық формуласы мен қысқартылған құрылымдық формуласы келтірілген. Сонымен қатар ИУПАК номенклатурасы бойынша тармақталған көмірсутектерді атау үшін бізге алкил радикалы және де изомерия деген түсініктермен танысуымыз қажет. Алкил радикалы түсінігін қалыптастыру үшін пропанның сутектермен қаныққан құрылымдық формуласын қарастырайық. Пропанның молекулалық формуласы С3H8. Мұндағы ан жұрнағына назар аударыңыз. Егер алкан молекуласынан бір атом сутекті үзіп тастаса, бір валентті қалдық, яғни көмірсутек радикалы түзіледі. С3H7 бір валентті қалдығы пропан емес, пропил деп аталатын болады. Алкандардың бір валентті радикалдарының жалпы атауы алкилдер деп аталады. Мұндағы ил жұрнағына назар аударыңыздар. Алкилдік орын басушылардың толық атауларымен 97-ші беттегі 32-ші кестеден таныса аласыздар. Балалар, көміртек атомдарының бір-бірімен байланыс түзіп тізбек құруы органикалық қосылыстардың көп түрлі болуының бір себебі болып табылады. Кейде коваленттік байланыстарды нүктелермен белгілеу арқылы электрондық формулаларды жазуға болады. Электрондық формула молекуладағы атомдардың байланыс суретін көрсетеді. Оны мына мысалдан көре аласыздар. Сутек пен басқа да атомдар арасындағы байланыс көрсетілмей, ықшам түрде жазылған формула қысқартылған құрылымдық формула деп аталады. Жалпы бұның барлығы пропанның формулалары. Ал енді изомер түсінігімен танысайық. Сапалық және сандық құрамы бірдей, бірақ химиялық құрылысы әртүрлі, соған сәйкес қасиеттері де түрліше болатын, яғни әртүрлі болатын заттарды изомерлер деп атаймыз. Алдарыңызда қалыпты бутан мен изобутанның мысалы келтірілген. Изобутан бутанның изомері. Осылайша изомерлену құбылысы изомерия деп аталады. Изомер түсінігін толық қалыптастыру үшін мына мысалға назар аударайық. Бұнда біз пентан молекуласын мысалға алып тұрмыз. Яғни бірінші жазған құрылымдық формула бұл қалыпты пентан. Келесі жазбада біз қалыпты пентан тізбегінің құрамындағы бір көміртек атомын үзіп алып, тармақ етіп жалғаймыз. Шеткі көміртек атомдарын көміртектің валенттілігіне сай сутектермен қанықтырамыз, яғни барлық шеткі көміртектер 3 сутегі атоммен байланысады. Тізбектің ортасында тұрған көміртектер екі жағында байланысқа 2 валенттілік жұмсағандықтан мына жерге 2 сутек атомын жалғаймыз, ал келесісіне 3 валентті электрон көміртектермен байланысуға кеткендіктен бір ғана атом сутегі жалғаймыз. Пентанның бұл изомерін
IUPAC номенклатурасы бойынша атау үшін алдымен ең ұзын тізбекті таңдап алып, және де CH3 радикалы жақын тұрған шеттен бастап көміртек атомдарын нөмірлейміз. Мұндағы изомердің атауы 2 метил бутан. Егер де CH3 метил радикалын үшінші көміртекке жалғайтын болсақ, нөмірлену радикал жақын тұрған шеттен басталады да, біз қайтадан 2 метил бутанды аламыз. Сондықтан пентанның жаңа изомерлену жағдайын қарастырамыз. Негізгі тізбекте енді 3 атом көміртегін қалдырып, 2 метил радикалын шығарамыз. Көміртек атомдарын нөмірлеуге келетін болсақ, қай жағынан бастасаңыз да өз еркіңіз. Себебі оң жағынан да, сол жағынан да, немесе жоғарыдан төмен қарайда сіздерде көміртек саны 3 болады. Мына жерде біз негізгі тізбекті анықтап алдық. Енді радикалдарымызды шығарайық. Бұл изомердің атауы радикалдардың тұрған орнына сәйкес 2-2, радикал 2 болғандықтан диметил, негізгі тізбек 3 көміртек атомнан тұрғандықтан пропан деп аталады. Сонымен 2-2 диметил пропан деген изомер шықты. Ал енді IUPAC номенклатурасы бойынша алкендер мен алкиндарды атауға тоқталайық. Өздеріңіз білесіздер, бұған дейінгі сабақтан алкендерде қос байланыс кездеседі, ал алкиндарда 3 еселі байланыс болады. Алкендер мен алкиндердің тізбектеріндегі көміртек атомдардың нөмірленуі қос немесе 3 еселі байланыстың жақын тұрған шетінен басталады. Егер бірінші мысалда бізде бутен 1 шықса, яғни қос байланыс бірінші көміртектен кейін жалғанған, ал екінші мысалда бутен 2 болады. Бұл екеуі де қос байланыстың тізбектегі орын ауыстыруына байланысты бутеннің изомерлері болып табылады. Төмендегі мысалда алкиннің өкілі гептиннің изомері келтірілген. Мұндағы 3 еселі байланыс үшінші көміртектен кейін тұр. Сондықтан бұл изомердің аты гептин 3 болады. Негізгі тізбекте бір қос байланыс болса, қосылыс атауына ен жұрнағы, ал 3 еселі байланыс болса, ен жұрнағы жалғанады. Ал енді балалар, көмірсутектердің молекулалық формуласын салыстырмалы тығыздығы және элементтердің массалық үлестері бойынша анықтауға есептер шығарайық. Көмірсутектегі көміртектің массалық үлесі 85,7%-ды құрайды, ал көмірсутектің ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 3,31-ге тең. Заттың формуласын және атын анықтаңыз. Алдымен есептің берілгенін жазайық. Және де бізде табу керек көмірсутектің формуласы мен атауын. Шешуіндегі бірінші амалда біз заттың салыстырмалы тығыздығының формуласын қолданамыз. Мұнда біз көмірсутектің молекулалық массасын есептейміз. Яғни жоғарыда көрсетілген формуланы түрлендіру арқылы біз көмірсутектің молекулалық массасы 96-ға тең екенін көріп тұрмыз. Екінші амалда көмірсутектің құрамындағы көміртектің массалық үлесі белгілі болғандықтан бізге сутектің массалық үлесін анықтау қиындық туғызбайды. Яғни 100%-дан көміртектің массалық үлесі 85,7%-ды азайту арқылы біз сутектің массалық үлесін анықтадық. Үшінші амалда элементтердің массалық үлестері бойынша заттың қарапайым формуласын табамыз. Бөлгіштердің орнында тұрған 12 мен 1 саны сәйкесінше көміртек пен сутектің атомдық массалары. Молекула құрамындағы атомдардың саны бөлшек сандар болмау керек. Сондықтан 2 санды кішісіне бөліп, бүтін санды аламыз. Қарапайым формула CH2. Өздеріңіз білетіндей, көмірсутектерде индекстерді n мәні арқылы өрнектейміз. Олай болса, n мәнін табамыз. Ол заттың нағыз молекулалық формуласының массасының қарапайым формуласының молекулалық массасына қатынасына тең. N мәні жуықтағанда 7-ге тең болды. Олай болса, қарапайым формуладағы, яғни CH2-дегі
көміртек пен сутек атомдарының санын 7 еселеуіміз қажет. Бірақ бұл жерде көмірсутектің молекулалық массасының 96-ға тең екенін ескере отырып, егерде көмірсутектегі көміртектің атомдық массасын 7-ге көбейтетін болсақ, бізде бұл көбейтіндіден 84 мәні шығады. 96-тан 84 азайтатын болсақ, онда сутектің атомын 12-ге көбейтуіміз қажет болады. Олай болса, бізде көмірсутектің формуласы С7H12 екені анықталады. Бұл формула алкиннің жалпы формуласы CnH2n-2-ге сәйкес келеді. Сондықтан алкиннің өкілі ретінде бұл затты гептин деп атаймыз. Есеп шығарудың бірнеше мысалдарын сіздер 106-107 беттен көре аласыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.